Сәлематсыздар ма балалар? Мен Зерде мектеп гимназия мұғалімі Ғазиза Ниязалиевна болам. Біз әдебиет пәні бойынша ғарыш айлақ атты тақырыпты бүгін өтеміз. Сабағымыздың келесі слайдта балалар сабағымыздың мақсатын оқиық. Оқу түрлерін қолданамын, шығармашылық жұмыс жасаймын. Олай болса, оқулықта келесі слайдта берілген тапсырмаға қарайық. Орында айдары бойынша төмендегі сөздерді пайдаланып, Байқоңыр сөзін сипаттаңдар. Төмендегі сөздерді кәне бәріміз бірге оқиықшы. Қазақстан, адамзат, ғарыш айлақ, жер, алғашқы. Енді осы сөздерден қандай сөйлем құрауға болады Байқоңырға байланысты? Жарайсыңдар, олай болса келесі слайдта бәрінде осындай сөйлем шыққан шығар, иә? Кәне бәріміз бірге оқиық. Байқоңыр Қазақстан жеріндегі адамзаттың ең алғашқы ғарыш айлағы екен. Керемет. Олай болса, Байқоңыр ғарыш алаңы Қызылорда облысы Қармақшы ауданының аумағында орналасқан. Іргесі 1955 жылы қаланған. Байқоңырдың ұшу трассасы Арал теңізінен Камчатка түбегіне дейін созылып жатыр. 1957 жылы 4 қазанда Байқоңыр ғарыш алаңынан тұңғыш ғарыш ракетасы сәтті ұшырылды. Жарайсыңдар. Енді екінші тапсырмада оқулықта балалар Байқоңыр қаласы туралы не білесіңдер дейді. Енді біз осы Байқоңыр ғарыш айлағы туралы мәтінді тыңда. Қазір бізде тыңдалым жүреді. Бәріміз мұқият тыңдаймыз, түсініп аламыз. Ғарыш алаңын салу үшін Байқоңырды таңдап алу кезінде бұл жердің елді мекендерден қашықтығы, зымыран ұшырудың қауіпсіздігі, қайтып оралатын ғарыштық нысандар үшін қолайлы қону аймағының болуы сияқты жағдайы ескерілді. Байқоңырдың басты және көмекші нысандары мен қызмет ету орындары кең аймаққа орналасқан. Олар бір-бірімен автомобиль жолдары және темір жол арқылы байланысқан. Байқоңырдың негізгі нысандарына техникалық тұғырлар, старттық кешендер мен ұшу трассасының бойындағы өлшеу бекеттері, ғарыш алаңына түрлі жүктерді жеткізетін кірме жолдар, көмекші және қызмет көрсету нысандарына отын, жанармай сақтайтын алаң, энергия және сумен қамтамасыз ететін жүйелер, байланыс жүйесі, телевизия, тағы да басқасы жатады. Байқоңырда зымыран тасығыштың әрбір түріне сәйкес бірнеше техникалық тұғырлар және олардың әрқайсына арналып бірнеше старттық кешендер салынған. Байқоңыр әлемдегі ең ірі жер беті ғылыми ғарыш полигоны болып табылады. Оның басты және көмекші нысандарының жалпы ауданы 6717 шаршы шақырым. Біз енді бүгін Сырбай Мәуленовтың осы Байқоңыр туралы өлеңімен танысамыз. Сырбай Мәуленов авторға тоқталатын болса, 1922 жылы туылып, 1993 жылы дүниеден өткен ақын, жазушы, аудармашы. Қостанай облысы Жангелдин ауданында дүниеге келген. Жазушы балаларға арналған Барлаушы бала, Құлыншақ, Бала жолбарыс, Қорқақ торпақ, тағы басқа өлеңдер мен әңгімелер жазған. Ал енді осы Сырбай Мәуленовтың тағы да қосымша ақпаратты толықтыру үшін Сырбай Мәуленов соғыста өткен өзінің жастық шағы туралы мың қолдары сау болсын деген өлеңінде былай деген екен. Мың гүлдер солмасын деп, гүлдей жастық күнімді бердім деп жырлайды. Енді біз осы бүгін Сырбай Мәуленовтың Байқоңыр өлеңімен танысайық. Кәне өлеңді бәріміз келесі слайдта менімен бірге оқиық. Байқоңыр, Сырбай Мәуленов. Күтіп күнін жаңа бір, көп сарғайып шөл жатты.
Байқоңырдан корабль жұлдыздарға жол тартты. 20 миллион ат күші от дауылды сапырды, зымыранның ақ түсі найзағайдай атылды. Бұлтты жарып бұрқанып, күн шыққандай шығыстан, көкке тура шырқады, бұрқырады күміс шаң. Дала билеп аспанды, түсті көкке жарығы, Байқоңырдан басталды жаңа ғарыш дәуірі. Ал енді осы шумақты, осы өлеңнің әрбір шумағына тоқталатын болсақ, балалар, бірінші шумақта Байқоңырдан корабльдер ұшатыны, яғни жұлдыздарға жол тартатыны туралы айтылып тұр. Екінші шумақта миллион ат күші деп тұр. Ат күші деген сөз қандай мағына білдіреді? Бұл жерде сөздікпен жұмыс жасайтын болсақ, балалар, ат күші ол зымыранның қуатын білдіреді. Және атылған кезде зымыранның ақ түсі осы найзағайдай атылды дейді. Найзағайға теңеп отыр. Ал бұлтты жарып бұрқанып, күн шыққандай шығыстан, көкке тура шырқады, бұрқырады күміс шаң. Бұл жерде оны көкке көтерілген кезде шарқырағаны соншалықты бұрқырап күміс шаңға ұқсайды дейді. Керемет, әрбір шумағын талқылайтын болсақ, балдар, керемет жазылған екен. Байқоңырды сипаттап отыр екен. Жарайсыңдар, балалар. Енді бізге осы жаңа сөздер сандығы бойынша ат күші дегеніміз осы сөздің мағынасын түсініп алуды ұмытпайық. Ол не екен? Зымыранның қуатын білдіреді екен. Жарайсыңдар. Ал енді білгенге маржан, келесі слайдта білгенге маржан атты бөлімде былай дейді. Байқоңыр ол ғарыш айлағы. Қызылорда облысының Төретам ауылына жақын жерде орналасқан. Адамзат баласының ғарышқа жолы осы Байқоңырдан басталады. Сондықтан Байқоңыр жұлдызды қала деп аталады. Енді осы жұлдызды қала бойынша бізге шығармашылық тапсырма берілген. Келесі слайдқа мұқият қарайық. Және де неге Байқоңырда? Осы жерде айтып өтейін, балалар. Неге ғарыш айлағы Байқоңырда орналасқан? Себебі елді мекендерден қашық болуы, экватордың жазықтығына жақындығы және ракета ұшырудың қауіпсіздігі және қайтып оралатын ғарыштық объектілер үшін қолайлы қону аймақтарының болуы. Мына келесі слайдта осы суреттерді, ғарыш айлағының суреттерін көре аламыз. Міне, Байқоңыр ғарыш айлағының суреттеріне мұқият назар аударыңдар, балалар. Міне, ең келесі суретте картада көрініп тұр, жоғарыдан түсірілгенде Байқоңыр ең ыңғайлы жер екен. Енді бізде құрастыр кестемен жұмысты орындауымыз керек. Бірінші, хабарландыруды оқимыз. Сосын жұлдызды қаладағы тосын жаңалық атты тақырыпта қиял ғажайып әңгімеге жоспар құруымыз керек. Және де өз мұғалімдерінің көмегімен жоспар бөліктеріндегі әңгіменің басталуын, дамуын, шиеленісуін, шарықтау шегін, аяқталуын сипаттау керекпіз. Ал енді хабарландыруға назар аударайық. Хабарландыру келесі слайдта қарайық, кәне балалар. Бәріңе сіздерді ғарыш кемемен саяхаттауға шақырамыз. Өзіңізбен бірге кімді, нені алып жүретініңізді алдын ала тізімде көрсетіңіз. Кезекке жазылыңыздар. Жұлдызды қала ұшу айлағы. Міне, осы шығармашылық жұмысты жасауды ұмытпайық, балалар. Енді осы сабағымызды қорытындылай келе, кім қалай түсінгені білу үшін біз Білген академиясының сайтына кіріп, тест деген бөліміне барып, осы тақырыпты қаншалықты меңгергенімізді білу үшін тестті тапсырамыз. Ал үйге тапсырма. Өлеңнен ұнаған шумағын жаттап аламыз және жұлдызды тақырыпта қиял ғажайып әңгімеге жоспар құрып, әңгімелеуді ұмытпаңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.